Хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда сурдаудармашы Жанбота Сәрсенбаева және мен Талғат Алман. Армысыздар. Нұр Отан партиясының 3 сағатқа созылған кезектен тыс 17-ші съезінде партияның сайлау алды бағдарламасы қабылданды. Қазақстан 2021 бірлік, тұрақтылық, жасампаздық атты құжат ұлт жоспарының негізгі бағыттарымен үндес. 8 бөлімнен тұратын бағдарламада бүгінгі күннің қатерлері ескеріліп, оларға қарсы тұру амалдары қарастырылған. Елбасы және партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның өркендеуіне өріс ашатын құжат алдағы сайлауда да жеңіп шығуға сеп болады деген сенімде. Бұл ретте президент сайлаудың өзі әділ әрі ашық өтуі тиіс деді. Выборами будут следить много наблюдателей из разных стран мира, поэтому они должны пройти открыто, честно, в соревновательной борьбе. Кандидатам надо будет готовиться, каждому есть о чем говорить своим избирателям, но даже материалы сегодняшнего съезда и все документы нашей партии и программы, которые мы народу предлагаем. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, депутаттыққа Нұр Отан партиясы атынан тіркелген кандидаттар құрамы 60%-ға жаңарған. Ондағы мақсат мәжіліс құрамын жаста, жасампаз мамандармен бүгінгі экономиканың бағытын болжай алатын бірікті кадрлармен толықтыру. Әлеуметтік саламен жете таныс тұлғалар да заң шығару саласына ауадай қажет деді елбасы. Причины разные. Достижение пенсионного возраста, желание омолодить депутатов, желание включить тех, кто нужен на данном этапе. Нужны юристы, которые умеют и знают делать законы. Нужны экономисты, которые понимают суть сегодняшних экономических проблем мира и Казахстана. Нужны представители социальной сферы, чтобы мы не забывали, что все, что мы делаем, и вся наша работа направлена на благо казахстанцев. Это главный критерий. Астанаға салынған инвестициялар көлемі 40 есе артты. Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков осылай деді. Біздің тарихымыздың жылнамасына елбасымыздың Астана сынды керемет туындысы да ойып тұрып орын алады. Қазір қаланың жалпы аймақтық өнімі 156 есе өсіп, шикізаттық емес аймақ үшін жоғары деңгейге 4 триллион теңгеден асты. Инвестициялар саны 40 есе өсті. Тек 2015 жылы оның көлемі 773 миллиард теңгені құрады. Ал барлық жылдар ішінде оның көлемі 6 триллион теңгеден асты деп мәлімдеді Астана әкімі. Осы тұста елбасы тарапынан сауал тасталды. Затраты государства на строительство Астаны полностью возвращены за счет таких вот объемов работы. Казахстан обогатился на целый город, и этот город дает в страну свою отдачу. Мәжіліс депутаты болуға үміткерлердің бірі танымал боксшы Геннадий Головкин. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының 17-ші съезіне қатысып отырған боксшыға зор сенім артатынын айтып, жетістіктеріне биік баға берді. Могу подтвердить, что весь Казахстан болеет, когда ты выходишь на боксерскую арену. Все слушают. Ночью разница с Америкой 11 часов. Спасибо. Гордимся. Ну, побей как можно больше и возвращайся. Обязательно. Нұр Отан партиясының 17-ші съезінде елбасы әрі партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың баяндамасы баршаға жаңа тапсырмалар жүктеді. Қазіргі күрделі экономикалық ахуалдан елді аман алып шығуды көздейтін партияның сайлау алды тұғырнамасы көпшіліктің көңілінен шығуды. Осыған орай түрлі сала өкілдері өз пікірлерін білдіруде. Саяси бағдарламаға қатысып, әлеуметтік жағдайларға қатысып, тіпті осы спорттың ары қарай дамуы, осы салауатты өмір насихаттау қоғамда өте үлкен жұмыс. Бүгін еліміздің саяси экономикалық өмірінде тарихи оқиға орын алды деп есептеймін. Елбасының жолдауда айтқан міндеттері сайлау алды бағдарламада да естілді. Бұл өте қуантарлық жайт. Білім беру саласы қарыштап дамитын болады. Нұр Отан съезі аяқталған соң ой сараптап пікір айтушыларға кезектейді. Назарларыңызға ұсынайық. Бұл алдыда тұрған 2021 жылға дейінгі сайлау алды бағдарламасы.
Бұл тек қана партияның ғана бағдарламасы деп түсінуге болмайды. Бұл елімізді тығырықтан, дағдарыстан алып шығатын жолды көрсеткен бағдарлама деп мен ойымша түсініп отырмын. Акцент основной. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын аграрийлер жылы қабылдады. Экономиканың басты драйверлерінің бірі дәл осы кезде агроөнеркәсіптік кешен болып табылады. Сондықтан бағдарлама өте салмақты. Барлық мәселе ескерілген. Қостанай облысы бойынша сайлау учаскелерінің шекарасын комиссия құрамын бекіту жұмыстары аяқталды. Алдыңғы сайлауға қарағанда бұл жолы дауыс беру учаскелерінің саны 32-ге қысқартылған. Оның себебі кейбір елді мекендердің шалғайда орналасуы және ондағы тұрғындардың аздығы. Бұл ауылдарға арнайы көлік жіберіледі. Бүгінгі күні облыс бойынша түрлі деңгейдегі маслихаттарға 94 адам өз-өзін ұсынған. Қазіргі кезде аумақтық комиссиялар олардың депутаттыққа үміткер ретінде заң талабына қаншалықты сай екендігін тексеруде. Сондай-ақ саяси науқанға қатысуға шақыратын, дауыс берудің шарт талаптарын түсіндіретін үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Центральная избирательная комиссия уже подготовила вот такое вот обращение. Орталық сайлау комиссиясынан кеше мынандай үн парақшылар алып, бүгін аумақтық комиссияларға тараттық. Олар оны қала, аудан орталықтарында халық көп шоғырланған жерлерге жабыстыруы тиіс. Сайлау дәл мереке қарсаңында өтеді ғой. Біреулері қыдырып басқа жақтарға іс-сапарға кетуі мүмкін. Мынау үн парақта сондай жағдайда қалай дауыс беруге болатындығы жазылған. Алматыдағы 38 аймақтық сайлау учаскесінде 266 адам жұмысқа тартылып отыр. Олардың барлығы бірінші кезекте Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңының талаптарын жақсы білу керек. Сондықтан бүгін қалалық сайлау комиссиясының мүшелері еліміз үшін маңызды саяси науқанды абыроймен өткізуге атсалысатын қызметкерлермен жүздесіп, оқу семинар өткізді. Басқосуға жиналғандар үміткерлер мен сайлаушыларға қойылар талаптарды пысықтады. Бұрыннан бірнеше мәрте сайлауды өткізуге қатысқан мамандар тәжірибелерімен бөлісіп, кейін қосылған жастарға білгендерін үйретуде. Сайлау комиссиясының мүшелері WhatsApp әлеуметтік желісінде ортақ қауымдастық құрып, ақпарат алмасудың барынша тиімді жолын пайдаланбақ. Қойылған талаптар болады кандидаттарға, кандидаттардың керекті құжаттарына талаптар болады. Сол сұрақтарға сәйкес қазір мысалы біздің семинарымыз соның бәрін түсіндіріп, талқылап, кандидатқа қандай талап қою керек, қандай құжаттарын сұрау керек, заңға сәйкес қандай процедуралар істеу керек, қандай құжаттардың нысандары бар, соның бәрін біз үйретудеміз. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Амандықта, саулықта жүздескенше.